Құрметті студенттер, бүгін бізде электр бөліктерінің теориясы пәні сабағымызды бастаймыз. Сабаққа дайын болсақ, назарымызды осы видеороликке аударайық. Сабағымызды бастамас бұрын мынандай нәрсеге тоқталғым келеді. Тіл достықтың кілті, ынтымақтастықтың бастауы, ұлттың әрі жаны, әрі ары. Тіл жай сөз емес, өмірдің талай сынынан өткен, өзгелен талаптарға сәйкес өрістей түскен толыққанды ақиқат десек жаңылмаймызбыз. Тілсіз қоғамның қандай түрі болса да өмір сүре алмайды. Ол тілдің өзі қоғамға жерде ғана пайда болып өмір сүреді. Қанымызға сіңген, ой санамызға нұрлы шуақ сыйлап, сілкіндіріп, серпілтетін, марқайтып қанаттандыратын өзіміздің тіліміз. Тіл қай елде болса да қастерлі, құдіретті. Тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады дейді. Сондықтан әрқашан бір-бірімізге ықыласты сөздер айтып, сыйласып өтейік деген еді. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы резисторлар мен конденсаторлардың жүктелуі, түрлері және маркировкасы. Сабағымызды бастамас бұрын сабақтың мақсатына тоқталып өтейік. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты резисторлар мен конденсаторларды сипаттау, олардың түрлерінің маркировкасын ажырата алу және қолдануын түсіндіру. Бірінші резистор. Резистор дегеніміз не? Резистор дегеніміз ағылшын латын тіліне аударғанда қарсыласамын деген мағынаны білдіреді екен. Резистор дегеніміз электр тізбектерінің әртүрлі тармақтарындағы ток күшін не кернеуді шектеу, реттеу үшін қолданылатын радиотехникалық немесе электротехникалық бұйым. Радиоэлектронды құрылғылардағы барлық бөлшектердің жартысынан астамы, яғни 80%-ға дейінгі бөлігі резисторлар болады. Резисторлардың негізгі сипаттамалары мен параметрлеріне тоқталайық. Номиналды кедергі. Ол резистордың негізгі өзінің параметрі болып табылады. Қуат шығынын шектеу, жұмыс кернеуін шектеу, шамадан тыс шу, ылғалға төзімділік немесе ыстыққа төзімділік. Кернеу коэффициенті. Резисторлардың кейбір түрлерінің кедергісі қолданылатын кернеуге тәуелділігін ескереді. Резисторлар практикалық тұрғыдан электрлік энергияны реттеу және үйлестіру үшін радиоэлектронды аппаратуралардың барлық түрлерінде қолданылады. Олар қызметі, монтаждау және қорғау тәсілі, вольт-амперлік сипаттамасы, кедергіні есептеу, өзгерту сипаты бойынша жіктеледі. Барлық резисторлар сызықтық және сызықтық емес болып бөлінеді. Сызықтық резисторлар қолданылатын кернеуге немесе ток ағымына тәуелсіз болып келеді. Сол үшін ол сызықтық деп аталынады. Ал сызықтық емес резисторлардың кедергілері қолданылатын кернеудің немесе токтың мәніне байланысты өзгереді. Мысалы, қыздыру шамының кедергісі ток болмаған кезде жарықтандыру режиміне қарағанда 10-15 есе аз болады екен. Экрандағы суретке назар аударсақ, резисторлар стандарттарға сәйкес белгіленеді екен. Бірнеше белгілеу суреттерін назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Бірінші суретте қарасаңыздар, бұл номиналды қуат диссипациясын көрсетпеген белгілеген резистор. Екінші, яғни көлденең 3 сызық белгіленіп тұрса, резистордың номиналды қуат диссипациясы 0,125 ваттты көрсетеді деген сөз. Үшінші, көлденең 2 сызығы бар белгі тұрақты резистордың номиналды қуат диссипациясы 0,125 ваттты көрсетіп тұрады. Төртінші, көлденең 1 сызығы бар белгі резистордың номиналды қуатының диссипациясы 0,125 ваттты көрсетеді. Және бесінші, көлденеңнен ұзын сызық болса, резистордың номиналды қуат диссипациясы 0,05 ваттты көрсететін белгіленген. Рим цифрымен 1 белгісі белгіленген болса, номиналды қуат диссипациясы 1 ватт болатын ол тұрақты резистор. 2 деген белгісі бар резистор
2 ватт номиналды қуат диссипациясы бар тұрақты резисторлардың белгісі. Және соңғысы Рим цифрымен 5 санын көрсетіп тұрса, 5 ватт номиналды қуат диссипациясы бар тұрақты резистордың белгісі екен. Есте сақтауға тырысайық, немесе дәптерімізге жазып сызып алуға болады. Келесі тағы да мынандай бір белгілер бар екен. Айнымалылар, кесу және сызықтық емес резисторлар келесі белгіленеді дейді. Бірінші суретке қарасақ, бұл айнымалы резистор, яғни реостат деп аталынады. Екінші суретке қарасақ, айнымалы резистор реостат ретінде енгізілген. Үшінші суретте триммер резисторы осылай белгіленген. Төртінші суретте реостат ретінде енгізілген триммер резисторы. Бесінші суретке назар аударсақ, варистор деп аталынады екен бұндай белгі. Алтыншы сурет термистор деп аталады, қарсылық температураға байланысты. Және соңғы суретте фоторезистор деп аталады. Бұл резистор қарсылық жарықтандыруға байланысты белгісі екен. Келесі біз жақсы білеміз, қосылудың, яғни жалғаудың бізде 3 түрі бар. Тізбекте жалғау, параллель жалғау және аралас жалғау. Яғни резисторларды тізбекте жалғауға да болады екен. Резисторлар тізбекте жалғанған кезде олардың кедергісі бір-біріне қосылады. Формулаға назар аударсақ. Келесі резисторлардың параллель қосылуы. Резисторларды параллель жалғаған кезде кедергіге қарама-қарсы мәндер қосылады. Суретке назар аударсақ, резисторлар параллель қосылу сызбасы көрсетілген. Және резисторлардың жіктелуі. Қызметіне байланысты резисторлар жалпы және арнайы, немесе жоғары жиілікті, жоғары вольтты, жоғары оңды, яғни атқаратын қызметтеріне байланысты осылай бөлінеді екен. Жоғары жиілікті резисторлар өзінің азғантай индуктивтілігімен және сыйымдылығымен ерекшеленеді және 100-ге дейінгі мегагерцпен 100-ге дейінгі килогерц жиілікпен жұмыс жасай алады. Жоғары жиілікті тізбектер, кабельдер және толқындық сулар жұмысында қолданылады. Ал жоғары вольтты резисторлар ондаған киловольтке дейінгі жұмыс кернеуіне ие бола алады. Және жоғары вольтты тізбектерде жалынды өшіргіш, жыртқыштар және бөлгіштер ретінде қолданылады. Жоғары ohмды резисторлар ohмдық мегаомнан бірлік тераомға дейінгі номиналды кедергілер диапазонынан тұрады және жұмыс кернеуі қуаты өте аз болады. Жұмыс тоғы аз болатын электрлік тізбектерде қолданылады екен. Кедергіні өзгерту сипаты бойынша резисторлар тұрақты және айнымалы болып та бөлінеді екен. Айнымалы реттеуші резисторлар оның аппаратурада қызмет ету барысында кедергіні өзгертуге рұқсат етеді. Айнымалы жанастырылған резисторлардың кедергісі ереже бойынша бір реттік немесе периодты реттеу кезінде өзгертіледі және аппаратураның жұмыс істеу процесінде өзгертілмейді. Резисторлар электронды жабдықтың элементтері болып табылады және оларды дискретті компоненттер ретінде немесе интегралдық микросхемалардың ажырамас бөліктері ретінде пайдалануға болады. Дискретті резисторлар тағайындалуы бойынша 1-ден 5-ке дейін сипаттамасының типі бойынша қорғау әдісімен орнату әдісіне, қарсылықтың өзгерту сипатына және дайындау технологиясына сәйкес жіктеледі. Кездесу бойынша және мақсаты бойынша және айтып өттік, резисторлар 2 топқа бөлінеді. Жалпы мақсаттағы резисторлар, бұл резисторларға күнделікті өмірде көріп жүрген, кездесіп жүрген резисторлар жатады екен, және арнайы мақсаттағы резисторлар. Арнайы мақсаттағы резисторлар өндіріске арнайы жасалынатын резисторларды айтады екенбіз. Келесі тақырыбымыздың екінші бөлшегі ол конденсаторлар. Конденсатор деп жұқа диэлектрик қабатымен бөлінген екі өткізгіштен тұратын жүйені айтамыз. Ол латынның
латын тілінен аударған кезде қоюлату, жинақтау деген сөзден шыққан. Конденсатор электр энергиясын және электр зарядын жинақтау үшін қолданылады. Конденсатордың екі өткізгішін оның жапсарлары деп атайды. Ол жапсарларды шамасы жағынан тең, таңбалары жағынан қарама-қарсы зарядпен зарядтайды. Бұл құрал өзіңіздің күнделікті өмірде көріп жүрген телевизорларда, радио қабылдағыштарда, магнитофонда және тағы да басқа электр құралдарында қолданылады. Конденсаторлар барлық электр схемаларының таптырмайтын элементі болып табылады. 2,5 ғасыр бұрын пайда болған конденсаторлар қазіргі техниканың барлық саласында қолданыс тауып отыр. Практикада сонымен бірге өзін қоршаған денелермен салыстырғанда шамалы потенциалы бола тұрып, шамасы едәуір зарядтарды жинақтайтын, яғни конденсациялайтын қондырғылар қажет болады. Конденсатор деп аталатын мұндай қондырғылар негізінен өткізгіштерге басқа денелерді жақындатқанда оның электр сыйымдылығы артатын фактіге сүйенеді. Конденсатор негізгі сипаттамасы оның электр сыйымдылығы болып табылады. Ол конденсатордың электр зарядын жинақтау қабілетін көрсетеді. Сыйымдылықтың анықтамасы бойынша конденсатордың жапсарларындағы заряд оның жапсарларының арасындағы кернеуге тура пропорционал. Конденсатордың түрлеріне тоқталатын болса, конденсаторларды жапсарларының пішініне қарай жазық, цилиндр тәріздес және шар тәріздес болып бөлінеді екен. Конденсаторды біз мына түрде белгілейміз. Экранға назар аударсаңыз. Енді конденсаторлардың стандарт бойынша белгіленуі. Бірінші суретте қарасаңыздар, тұрақты сыйымдылығы бар конденсатор, екінші суретте поляризацияланған конденсатор және үшінші суретте айнымалы сыйымдылығы бар конденсатор. Яғни осындай белгілерді күнделікті өмірде көрсек, ажырата алуымыз қажет екен. Жаңа айтып өткенімдей, конденсатордың үш түрін көрсетуіне жазық конденсатор, цилиндр тәріздес конденсатор және шар тәріздес конденсатор. Конденсатордың жіктелуі. Конденсаторлар мақсатына байланысты екі үлкен топқа бөлінеді. Жалпы және арнайы мақсаттағы конденсаторлар. Жалпы мақсаттағы топ аппаратураның көптеген түрлерінің сыныптарында қолданылатын, яғни кең қолданылатын конденсаторларды қамтиды. Оған күнделікті өмірде және айтып өткен теледидарда, магнитофонда, радио қабылдағышта қолданылатын конденсаторды айтамыз. Дәстүрлі түрде оған ерекше талаптар қойылмайтын, ең көп таралған төмен вольтты конденсаторлар жатады. Барлық қалған конденсаторлар арнайы болып табылады. Оларға мыналар жатады: жоғары вольтты, импульсті, кедергі келтіретін, дозиметриялық, іске қосу және тағы басқа. Енді конденсаторлардың қолданылуына тоқталып өтсек. Конденсаторлар катушка немесе резистормен бірге жиілікке тәуелді әртүрлі тізбек қарастыру үшін қолданылады. Конденсаторды жылдам зарядтау кезінде үлкен қуатты импульс алуға болады. Конденсатор электр зарядын көпке дейін сақтайтын болғандықтан, электр энергиясын сақтаушы құрал ретінде қолданылады. Өндірістік электротехникада реактивті қуатты толықтыру үшін қолданылады. Конденсаторлар көп заряд жинақтай алатындықтан, жапсарларындағы кернеу үлкен болады. Сондықтан оны зарядталған бөлшекті үдету үшін де қолданылады. Сыйымдылығының өзгерісіне байланысты өлшеуіш, түрлендіргіштер жасалынады. Және тағы да басқа тасалауда кең қолданыс табады екен. Бүгінгі тақырып бойынша осы тақырыптар бойынша сіздерге тапсырма берілді. 4 тапсырма бердім. Түсініксіз болса сұраңыздар. Және бүгінгі сабақта бағалау парағымен танысыңыздар. Сабақты бағалау парағымен ерінбей, білімге ұмтылып, кері байланыс жіберіңіздер, ерінбеңіздер, ашыңыздар, қараңыздар. Түсініксіз болса
тікелей байланысты сұраңыздар. Бүгінгі тақырып бойынша осы.